Сәлем достар, дажахау. Бүгін біз екінші сабақты өтетін боламыз. Бұл сабақ тақырыбы сесени. Рахмет деген мағынаны білдіреді. Біз алдыңғы сабақта ни деген жаңа иероглифті өткен болатынбыз. Бұның аудармасы сен деген мағынаны білдіреді. Ал мына тұрған сесе, бұның аудармасы рахмет. Яғни рахмет саған, не болмаса жай ғана рахмет деген мағынаны білдіреді. Ал енді бірінші текстке қарайтын болсақ, бұл жерде сесе, яғни рахмет деген мағынаны білдіреді. Сесе, рахмет. Бусе, бұл аудармасы оқасы жоқ деген мағынаны білдіреді. Бусе. Жаңа сөздерге келетін болсақ, сесе, алғашқы жаңа сөзіміз сесе, яғни рахмет. Ал екінші жаңа сөз бұл бу. Бұның аудармасы жоқ деген мағынаны білдіреді. Жоқ. Бу жоқ. Екінші текстке қарайтын болсақ, бұл жерде сесени. Аудармасы рахмет саған, не болмаса жай ғана рахмет. Мына жерде букати. Аудармасы оқасы жоқ. Яғни мына жердегі бусе және де мына жердегі букати екеуі бір мағынаны білдіреді. Жаңа сөздерге келсек, бұл жерде букати жаңа сөз, яғни бұл букати ештеңе етпейді, не болмаса оқасы жоқ деген мағынаны білдіреді. Үшінші текстке қарайтын болсақ, цайден. Цайден аудармасы сау бол, не болмасаң келесі кездескенше деген мағынаны береді. Ал енді жаңа сөздерге бір тоқталып кететін болсақ, ол сесе, рахмет, бу, жоқ, букати, оқасы жоқ, және де цайден, келесі кездескенше, не болмасам сау бол. Осымен біздің екінші сабағымыз соңына да жетті. Сіздермен болғанмен видеоны ұнаса лайк басып, маған жазылып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Цайден.